Бұл жерде төменін осылай қысқартып келеміз де, жаңағы беліне келгенде қысқартпаймыз, тегіс тоқитын боламыз. Жоғары жағы иығы. Менде иығы неге кішкентай деген себебі өйткені мен оны жалғайтын болам. Сонымен нормальный болады деп ойлап тұрмын да. Сондай болады. Бұны мен отдельно тоқып алған болатын. Иығы. Бұл жерде 11 петля. 11 петля. Және ары қарай 5 петлядан төмен қарай түсіп отырамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 қатар төмен түсеміз 5 петлядан. Және мына жерде менде иығым қолдың астын тоқитын боламыз. Қолдың асты менде где-то 20-21 сантиметр болады. 20 сантиметр міне. 20 сантиметр. 7 сантиметр. Енді ары қарай арқасын тоқитын боламыз. Арқасын біздер 5 петлядан осылай қосып отыратын болам. 5 петлядан қосып отырамын. Арқасына төменгі жағын ешқандай қысқартпаймын, осылай біркелкі тоқылады. Жоғары жағын соңына дейін тоқып алдым. Енді маған мына 5 петляны қосу керек болады. 1, 2, 3, 4, 5, бір воздушный петля. Ары қарай узорымызды тоқи береміз. Төртеу. 5. Осылай қосылады. Мен жаңағы қосқан жіптерімді шетін осындай қылып біріктіріп жатырмын. Менде мына жерде білесіздер, екі жіптен қосып отырдым. Қосқанда екі жіптен қосып отырдым. Енді оны қалай біріктіреміз. Алдымен өткізіп аламыз да, бірінші петлямызды осылай тоқимыз. Біріктіріп, екінші петлямызды өзін тоқимыз. Одан біріктіріп өткіземіз. Бірінші петлямыз, бірінші қосқан жерімізді біріктіріп тоқимыз да, екінші қосқан жерімізді өзін тоқимыз. Біріктіріп аламыз. Біріктіріп аламыз. Бірге тоқимыз да, өзін тоқимыз. Бірге өзін тұтығысына әдемі күрей шығады. Көріп тұрғандарыңызды. Мен осы жиектерін тоқып алдым. Мынаны бөлек тоқып алған болатынмын. Енді осы екеуін біріктіретін боламыз. Менде крючок номер 2. Жібім осындай жағы өрнектің жібімен сәйкестендіріп алдым. Екеуін осылай біріктіреміз.
накид. Шеткі воздушный петлялардан аламыз. Шеткі петлялардан. Artı. Артын тіке тоқи береміз, қысқартпаймыз. Жеңін тоқып алдым. Енді бойымен қысқартуымыз керек. Осылай белгілеп алдым. Бір петледен төмен қарай қысқартып тоқи береміз. Мен арқасын тоқып болдым. Жаңа қысқартылғандары шетіне қысқарттым да, шетінде осы төменгі жағын қысқартпай тіке тоқыдым. Ең төменгі жағына келгенде осылай қысқартқан болатынмын. Және мына соңындағы жаңағы қысқартқан нелерді осылай столбик без накида біріктіріп шықтым. Мына жағындағы қысқартулардың барлығын столбик без накида біріктіріп шықтым.